Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы құрылғаннан бергі соңғы 5-6 жылда кино саласына республикалық бюджеттен 30 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Алайда жоғары аудиторлық палатаның ресми мәліметтері көрсеткендей, мемлекет қаржыландырған фильмдердің басым бөлігі прокатқа шықпай, коммерциялық пайда келмей, архивтерде қалып қойған. Осы уақытқа дейін салаға бөлінген қомақты қаржының тек 1,5%-дан 3%-ға дейінгі көлемі ғана қазынаға кері қайтарылған. Өткен жылы, яғни 2025 жылы өткізілген конкурс нәтижесінде нақты 16 кино жоба, 5 көркем фильм, 6 деректі фильм, 5 мультфильм мен дебюттік жоба іріктеліп жүзеге асырыла бастады. Осыған байланысты келесі нақты сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймын. Республикалық бюджеттен 2025 жылы кино өндіріске бағытталған осы қаражаттың нақты қанша пайызы мемлекет қазынасына кері қайтарылды? Архивке кетіп қалған осы уақытқа дейінгі туындыларды халық қашан көреді? Осы уақытқа дейін миллиардтаған бюджет қаражатын тиімсіз жұмсап, мемлекетке кассалық қайтарым әкелмеген сәтсіз жобалар үшін нақты кімдер жауапкершілік арқалайды? Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.